Біле білсең, ұлы даламыздың бойында талай қатпарланған тарих жатыр. Бұл қасиетті құтты мекен қазақ жері. Біздің кең байтақ еліміз әлемдегі ең ірі мемлекеттердің бірі. Тарихқа көз жүгіртсек, қазақ нағыз батыр халық екенін мойындайсың. Жүгін арда қазана теңде болып, көшіп, қонып, өмір сүрген ата-бабаларымыздың үш нәрсені бойын тұмардай сақтап қадірлеген. Ол ел мен жер және ана тілі. Қандай халық болмасын, осы үшеуінсіз егемен ел екенін дәлелдей алмайсың. Ал енді біз халқымыздың сан ғасырлар күресіп армандап жеткен тәуелсіздік жолын жырлайық. Тәуелсіздік жолында талай-талай тер тамған, билігім өз қолымда, еркіндігім ел тамам. О алақай туған жер, жақсы сенің бақтарың, көзге ыстық көрінер сенің алатауларың. 1995 жылы Абай жылы болып атанды. 1996 жылы ұлы импровизатор Жамбыл Жабаевтың жылы болып атанды. 1998 жылы біздің Ақмола қаламызға жаңадан Астана аты берілді. Тәуелсіздік деген сөз естігенде мен көз алдыма ең алдымен Бәйтерек елестейді. Ынтымақтығы жарасқан халқымыз тамыры түпке кеткен Бәйтерекке ұқсайды. Мен үшін Бәйтерек мықтылықтың, бірліктің және ынтымақтылықтың белгісі. Дана абайдың бірінді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Төле бидің бірлік жоқ жерде тірлік жоқ. Даңқы Бауыржан Момышұлы отан үшін отқа түс, күймейсің деген өсиет өнеге сөздерін әрдайым жадымызда ұстап жүреміз. Бостандық, бірлік, бейбітшілік ұранын ұстаған халқы тату ынтымақ ордасы Қазақстанда тұратынымызға мақтаныш тұтамыз. Бәйтерек мың жасайтын алып ағаш. Тәуелсіз жас мемлекетімізді ғұмыры ұзақ болғанын тілеймін. Тәуелсіздік күнімен құттықтаймын.